Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі семинар тренингімізге қош келдіңіздер. Сәлем сөздің анасы дейді. Бүгінгі семинар тренингімізді бастамас бұрын бәріміз бір-бірімізбен амандасып алайық. Қазір мен сіздерге әріптер көрсетемін. Сәйкесінше сіздер соған сәйкес қимылдар жасау керексіздер. Ең алғашқы бұл С. Қазір сіздер бәріңіз бір-бірлеріңізбен амандасасыздар. Ал қазір бәріңіз бір-бірлеріңізге қол бұлғасасыздар. Л әрпі бір-біріне алғыс айтасыздар. Енді келесі әріп бір-бірлеріңізді құшақтаңыздар. Так, келесі. Енді М әрпі бір-бірлеріңізге қошемет көрсетіңіздер. Ал оқушылар, енді тренингімізді жалғастырайық. Бізде айналаңызға қарасаңыздар, көптеген суреттер тұр. Қараңыздар, жиналыңыздар барлығыңыз. Кімдерді көріп тұрсыздар? Енді кім осы тұлғалардың біреуін таныстырып, оның жетістігін айтып береді? Ал айта ғой. Бұл Димаш Құдайберген. Бұл қазақтан шыққан өте дарынды әнші. Оны барлық әлем мойындаған. Ол өте ерекше дауысқа ие. Дұрыс, балалар. Жақсы, рахмет. Енді кім қай тұлғаны таныстырғысы келеді? Ал айта ғой. Мен Абай Құнанбайұлын таныстырғым келеді. Абай Құнанбайұлы қазаққа әйгілі ақын жазушы. Ол қазақ халқын көптеген жетістікке жеткізіп, үлкен дәрежеге көтерді. Жақсы, жарайсың. Енді кім қай тұлғаны таныстырғысы келеді? Мен. Ал айта ғой. Бұл палуан Шолақ. Ол қазақтың палуаны. Ол ешқашан арқасы жерге тимеген ол. Жарайсың, молодец. Енді келесі кім басқа тұлғаны таныстырғысы келіп тұр? Ал айта ғой. Бұл біздің мектебіміздің түлегі Данияр Елесенов. Ол біздің спортта әлемдік деңгейге шығарған тұлға. Жарайсың, тамаша. Оқушылар, қалай ойлайсыздар? Бүгінгі тренингіміздің тақырыбы қандай болады? Дұрыс, жарайсыңдар. Енді жалғастырайық. Жалпы сіздер үшін көшбасшы деген кім? Дұрыс. Я, жауапкершілік көп. Я, көмектесе алатын адам. Дұрыс. Және де тағы да кім айта алады? Я, қолдау көрсете алады. Және де оның қандай көшбасшының қандай ерекше қабілеттері және де белгілері бар? Я, белсенді. Дұрыс, жауапты. Содан кейін қалай ойлайсыздар? Я, ауызбіршілікті ұстай алады. Және де жауапкершілігі мол. Дұрыс, балалар. Енді жалпы көшбасшы деген бұл бағыт-бағдар беретін және де қолдау көрсететін, оқушыларды шабыттандырып, өзіне арттан жетелейтін үлкен тұлға. Ал енді тренингімізді жалғастырайық. Міне, сіздерді мен екі топқа бөліп қойдым. Ең алдымен бірінші топ сіздерге міне көшбасшы бейнесі берілген болатын. Сіздер көшбасшыға сай қасиеттер жазасыздар, яғни оны бейнелейсіздер. Ал екінші топ сіздерге жетістіктер баспалдағы берілген, яғни сіздер көшбасшыға керек белгілер жазасыздар, және де оны не істеу керек екенін жазасыздар. Ал жұмыс басталды. Ал оқушылар, енді бәріміз тапсырманы аяқтайық. Ең алдымен бізге бірінші топқа берілген тапсырма бұл көшбасшының бейнесін жасап, оған тән қасиеттерді таныстыру керек. Ал кім таныстырады? Мен. Бізге көшбасшының бейнесі былай шықты. Дұрыс шешім қабылдай білу қажет, жауапкершілік, шыншыл, төзімді болу қажет, белсенді, жауапты болу керек. Дұрыс, жарайсың. Келесі екінші топқа берілген тапсырма, яғни көшбасшы не істеу керек, яғни жетістік баспалдағына соны жазу керек болды. Ал жұмыстарыңызды кім таныстырады?
біз таныстырамыз. Жақсы. Мұн- Біріншіден ол батылдық және де кішілерге үлгі болу. Сонымен қатар жанашыр болу керек және мейірімді болу керек. Және оның жүрегінде тобындағы қатысушыларға үлкен жаңа ризашылық болу керек. Ең алдымен алдарыңызда шашылып отырған картаның біреуін таңдап, ойларыңызда бір мақсат ойлап алыңыздар. Енді мақсат ойласаңыздар, өздеріңіздің осы суретті мақсатпен қатыстырып, жетістігіңізді айтып беріңіз. Ал оқушылар кім өз ойын айтқысы келіп тұр? Мен. Ал айта ғой. Болашақта мен көтеріліп жетістікке жеткім келеді. Дұрыс, жарайсың. Мен таңдаған суретім осы. Мен осы суретке қарап, мен мақсатым елімді мақтаныш атану, өзімді түрлі жерлерден. Жарайсың. Барлығыңыз енді өз мақсаттарыңызды білдіңіздер. Енді бізде карталар жабық тұр, жабық күйінде тұр. Сіздер енді жабық күйінде екі картаны таңдай қойыңыздар. Таңдай қойыңыздар барлықтарыңыз. Осы екі карта арқылы сіздер мақсатқа жетуге не кедергі болып тұрғанын айтасыздар. Ал енді кім айтады? Ал айта ғой. Менде мына суреттерге қарап бұл тау көтеріп келе жатырған адам. Мына тауды мен өзімнің проблемалар мәселелерім деп ойлаймын. Солар проблемалар өте көп. Я, дұрыс. Екіншісі бұл қыран құс пен күн. Бұл қазақтың туына сәйкес келеді екен. Я. Мен Қазақстанда спортпен айналысып, сол Қазақстан дамымағандықтан, сол мен спортымды Қазақстанмен. Дұрыс, жарайсың. Сенің жауабың таңғалдырды. Ал оқушылар, барлығыңыз осы ойын арқылы өздеріңіздің жетістіктеріңізді және де мақсаттарыңызды, сіздерге не кедергі екенін білдіңіздер, барлығыңыз жарайсыздар. Ал енді тренингімізді аяқтайық. Аяқтамастан бұрын мен сіздерге бір сұрақ қойым деп тұр. Бәріңіз өздеріңізді көшбасшы ретінде санайсыздар ма? Иә. Ал сіздер қандай көшбасшысыздар? Кім айтқысы келеді? Айта ғой. Жауапкершілігі мол. Тағы кім айтады? Өз тобындағы адамдардың ойын тыңдайтын. Тағы да кім айтады? Сосын әркімді қолдайтын. дұрыс. Ал енді тренингіміз соңына жетті. Барлығыңызға көп рахмет. Енді жалпы осы тренингтің тақырыбы қандай болды? Біз не туралы барлығыңыз жарайсыздар. Енді тренингіміз үшін көп рахмет. Барлығыңыз көшбасшы болуға лайықсыздар.